Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Тау-Кен кәсіпорындарының құрылысы пәні бойынша бейне дәріске қош келдіңіздер. Дәрісті жүргізуші Әбілқас Сағындық атындағы Қарағанды техникалық университетіне пайдалы қазбалар кен орындарын. Бүгінгі қарайтынымыз 3-ші бөлімнің атауы оқпандарды әбзелдендіру. Дәрістің мақсаты оқпандарды әбзелдендіру жөнінде жалпы мәліметтер беру. Дәрістің жоспары оқпандарды әбзелдендірудің конструкциялары, оқпандарды әбзелдендірудің технологиясы, тік оқпандарды әбзелдендіру жөнінде жолдарын жетілдіру, клеттік оқпан албарын мен түйіспесін кесу, оқпан албарын жобалау, яғни оқпан албарының схемаларын, оқпан албарын жобалауда жалғастырамыз, оқпан албарын шашу, қазбаларын және беттік ғимараттардың орналасуына байланысты бағдарлау, оқпан албарын жобалау, оқпан албарын қызметтік және машиналық камералары, оқпан албарындағы маневрлік жұмыстарды механикаландыру, сондай-ақ ұсынылатын әдебиеттер. Өткен 12-ші дәрісте 2-ші бөлімнен шартты оқпан салудың 3-ші тақырыпшасын оқпандар құрылысының технологиясы, суды төгуді, оқпандардың құрылысына арналған жабдықтардың жиынтығын қарастырған болатынбыз. Бүгінгі 13-ші дәрісте 3-ші бөлімнің оқпандарды әбзелдеудің 1-ші тақырыпшасын, оқпандарды әбзелдеудің конструкциясын қарастырамыз. Оқпандарды әбзелдеудің конструкциялары. Оқпандарды әбзелдеуде оқпанның барлық ұзындығы бойынша орналасқан және көтеру ыдыстарынан, яғни клеттік пен скиптердің оқпан бойынша жылжуы кезінде қауіпсіз бағытталуын және қажетті мақсатпен қолданылуын қамтамасыз ететін оқпан ішіндегі кеңістік конструкцияларды атаймыз. Қолданылатын әбзелдендірудің конструкцияларына байланысты оқпандарды әбзелдендіру келесі түрлерге бөлуге болады. Бірінші, оқпандарды қаттылы әбзелдендіру. Екінші, оқпандарды икемділі әбзелдендіру. Қаттылы әбзелдендірген оқпан кергіштерден және бағыттаушылардан, ал икемділі тек қана бағыттаушылардан тұрады. 1-ші суретте оқпанды әбзелдендіру типтері көрсетілген. А суретінде арқанды әбзелдендіру, Б суретінде бойлы кергіштердің тұратын қаттылықты әбзелдендіру, В суретінде сылама кермелі кергіштерден тұратын қаттылықты әбзелдендіру. Бұндағы 1-ші арқанды бағыттаушылар, 2-ші кергіштер, ал 3-ші бағыттаушылар. Кергіштер бекітпеленген және жаттатылған бағыттарды атаймыз. Кергіштер әбзелдердің негізгі элементтері болып саналады. Бағыттаушылар белгілі бір бағытпен көтерме ыдыстарды жылжытуға арналған. Бағыттаушыларды кергіштерге бекітпелейді. Кергіштерді оқпан жазық бойының жазықтығына орналастырады. Мұндай кергіштер әбзелдердің ярусы деп аталынады. Ярустардың арақашықтығы тұрақты қабылданады және ол әбзелдердің қадамы деп аталынады. Шахтаның құрылысы кезінде оқпандарды өтуде қаттылы әбзел жиі қолданылады. Қаттылы әбзелдер мынаны құрайды. Оқпан бойынша жылжу кезінде көтерме ыдыстардың бір тұсқа сырылмауын, көтерме ыдыстардың арасында бос кеңістіктің аз болуын. Бұндай жағдайлар оқпан диаметрі минималды қабылдауға мүмкіндік жасайды. Демек, оқпанды өту кезінде жұмсалынатын еңбек шығыны және жұмыстардың көлемі біршама қысқарады. Қаттылы әбзелдің кемшілігі металдың көп жұмсалуы, құрастыру жұмыстарының күрделілігі, ауа ағысының біршама бөгеттелінуі, агрессивтік сулардың ағыны арқасында әбзелдің тот басуға ұшырауы. Кергіштер келесі түрге бөлінеді. Басты кергіштер, көмекші кергіштер. Басты кергіштерге көтерме ыдыстардың бір бағытпен бағытталуына арналған бағыттаушылар бекітпеленеді. Көмекші кергіштерге сатылық бөлімдер құрастырылады және әртүрлі құбырлар, кабельдер және тағы да басқалар бекітпеленеді. Өндірістік қуатымен және оқпанның тереңдігімен шектелінген шахталарда 2 таврлық бағыттаулардан тұратын кергіштер, ал өндірістік қуаты мен оқпан тереңдікті жоғары шахталарда қораптық пішінде кергіштер қолданылады. 2 таврлық балкалар мен қораптық пішінде кергіштер келесі артықшылықты құрайды. Ауа қозғалысы әуеден немыл кергішінің төмендеуі, тот басуының әсерінің азаюы, кескіндік массаның сол күйінде сақталу кезінде бағыттағы жазықта кедергі күйдің өсуі.
Қораптық кергіштердің элементтері мыналар болып саналады. Шивелерден және металл табақтардан немесе екі бұрыштамалардан тұратын материалдар. Екі тавырлы кескіннен дайындалған кергіштер оқпанның тіреуін ұяшығына бекітіледі. Ұяшықтың тереңдігі бұндай жағдайда кергіш биіктігін 2/3 бөлігін құрауы қажет. Бірақ 200 мм-ден кем болмауы қажет. Қораптық кескінді кергіштер кронштейндерге орнатылады және дәнекерленіп бекітіледі. Заманауи шахталарында келесі типтер рельстер қолданылады. R38, R43, R5 типті. Жылжымалы бағытты рельстерден және бағыттаушыдан тұратын қораптық бағыттаушылар стандарттың ұзындығы 12,5 метр. Олар маңдай жазықта қаттылықтың 1,5-2 есе, ал бүйір жазықта қаттылықтың 7-10 есе өсуін қамтамасыз етеді. Бұл кергіштер ярустар арақашықтықтарын ұлғайтуға және ыдыстарын көтеру жылдамдығын арттыруға мүмкіндік жасайды. Оқпандарда әбзалдардың қадымы, яғни ярустың биіктігі бағыттаушының кесіндісіне байланысты қабылданады. Рельстік бағыттаушылардың қадымы 3 метр немесе 4 метр, қорат бағыттаушының қадымы 4-6 метрге дейін құрауы мүмкін. Екінші суретте қораптық кесіндік кергіштердің қанаттарының бекітілуі көрсетілген. Үшінші суретте сырғымалы А суретінде және рольдік бағыттаушылар бір суретінде келтірілген. Бұндағы бірінші бағыттаушылар, екінші жіберушілер. Қораптық кескінді қос бағыттаушыларды кергіштерге заводта жасалынған болттардың көмегімен арнайы Т тәрізді пішінді баспен және төсеніштік плитамен түйістіреді. Рельстік бағыттаушыларды кергіштерге бекітпелеу схемалар 3-4 суретте келтірілген. 5 суретте қораптық бағыттаушыларды бекітпелеу схемасы келтірілген. Бұндағы бірінші болттар, екінші төсеніштік плиталар. Оқпанды арқанды бағыттаушының әбзелдерінің жұмыс кезінде, скептік оқпанды өту кезінде жиі қолданылады. Бұндай жағдайда көтермен өнімділігі өте жоғары болуы мүмкін және оқпандар арқандық әбзелдендіруді құрайды. Көп арқандық көтерме машиналарын қолдану кезінде оқпанды арқандық әбзелдендіру үлкен беріктігі және көтерме қондырғысының қауіпсіздігін толығымен қамтамасыз ете алады. Арқанды бекітпеушілердің кемшілігі ыдыстармен байланыстардың қаттылығы еместігі. Бұл оқпанның көлденең қимасының ауданын ұлғайтуға, сондай-ақ олардың бөлінген жағдайды бағыттаушы арқанды толығымен ауыстыруға, бағыттаушы арқандарын атқару қызметін мерзімін шектеуге тура келеді. Артықшылығы металдың аз мөлшерде қажеттілігі, үлкен беріктігі, оқпанды әбзелдендіру кезінде жұмыстардың механикаландыру дәрежесінің жоғарылығы, оқпан бойынша ауаның қозғалыс кезінде әуе dinamикалық кедергінің 4-5 есе азаюы. Дәріске қатысты ұсынылатын әдебиеттер. Бүгінгі 13-ші дәрісте 3-ші бөлім оқпандарды әбзелдендірудің тақырыпшасы, оқпандарды әбзелдендірудің конструкциясын қарастырдық. Дәріс аяқталды. Келесі 14-ші дәрісте 3-ші бөлім оқпандарды әбзелдендірудің екінші тақырыпшасын. Яғни назарларыңызға рахмет.